Кейде біз өз өмірімізбен әлек болып, айналамыздағы адамдарды байқамай өтеміз. Мен үшін бұрын бейтаныс адаммен амандасу маңызды емес еді. Тіпті жасы үлкен қария болса да. Күн сайын бір қарияны көретінмін. Қолында таяғы, жанында шелегі бар. Ол әрдайым жылы жүзбен сәлем беретін. Ал мен жауап қатпай үнсіз өте шығатынмын. Бір күні ол кісі көрінбей кетті. Орындық бос тұрды. Гүлдер де солып қалғандай болды. Сол сәтте ғана жүрегімде бір алаң сезімі пайда болды. Неге бұрын сұрамадым екен деп ойладым. Бірнеше күннен соң қарияны қайта көрдім. Жүзі бұрынғыдай емес әлсіз. Мен алғаш рет өзім жақындадым. Аға, бәрі дұрыс па? Дедім. Ол жымиып қарап. Кейде адамға дәрден бұрын жылы сөз керек деді. Осы сөз мені өзгертті. Сол күннен бастап мен ол кісінің ауладағы гүлдерін суарып жүрдім. Кейде нан, кейде жеміс апарып бердім. Босағада отырып әңгімесін тыңдайтын болдым. Өмірімде пайда болған жаңа адам менің бойымдағы пайдасыз қасиетті түбімен жойып жіберді. Бұрын өзгені елемей өтетін мен енді әр адамға мейіріммен қарай бастадым. Ол қарапайым бір сәлемнен басталады. Жылы амандасу. Біреудің таңын нұрландыра алады. Құлап қалған баланы тұрғызу. Қорқынышты қуанышқа айналдырады. Жануарға көрсетілген қамқорлық. Мейірімнің бәріне ортақ екенін еске салады. Гүлді суару секілді. Кішкентай істе өмірге жан бітіреді. Бірге отырып кітап оқу. Уақыт бөлу. Ең үлкен сый. Қол ұшын беру. Жоғалғанды қайтарып беру. Жүректе мәңгі қалатын сәттер. Ал біреудің жүгін бірге көтерсек, өмірде жеңілдей түседі. Өйткені мейірім тек өзгелерді емес, өзімізді де өзгертеді. Бір ауыз сәлемнің өзі біреудің жүрегіне жылу сыйлай алатынын сол қариядан үйрендім. Ол кісі мен емес, менің өмірге деген көзқарасымды тәрбиеледі. Ата жай ғана маған былай деді. Балам, үлкенге құрмет, кішіге қамқор бол. Жылы сөзіңді аяма. Мейірім адамды адам ететін ең үлкен байлық деп ата сөзін аяқтады.